Сәлем достар. TikTok әлемде 150 мемлекеттен 1 миллиардтан аса адам күніне кемінде 1 сағат қолданатын приложение. Ол Қытайдағы алып үштіктің бірі ByteDance компаниясының меншігі. Ал біз бұл видеода TikTok'тың қалай шыққанын және қаншалықты үлкен екендігін айтамыз. Приложение жайында тарихты компанияның негізін қалаушы Чжан Имин деген қытайлық программисттен бастаймыз. 1983 жылы 1 сәуірде Қытайда Фудзян провинциясында дүниеге келген. 2005 жылы Нанкай университетінің микроэлектроника факультетін оқып, кейіннен программированияға ауысқан. 2006 жылы Коксун атты Қытайдың туристік сайтында 5-ші әріптесі және 1-ші техникалық инженер болып жұмысқа тұрды. Bir жылдан соң 40 адамнан тұратын команданы басқаратын технический директор болып тағайындалды. 2008 жылы Microsoft компаниясына жұмыс істеуге Коксуннан кеткен болатын. Көп ұзамай корпоративтік ережелерінен өзін еркін сезіне алмай Microsoft'тан кетті. 2009 жылы өзінің алғашқы стартап жылжымайтын мүлік поискінің қызметіне көрсететін 99funk.com сайтын ашты. 2012 жылы Чжан Имин видео хостинг және мессенджер жаңалықтар порталын жасап, ByteDance компаниясының өз проекттерін бір жерден басқару үшін ашқан болатын. Осы компанияда искусственный интеллектпен әр адамға таңдауына байланысты жаңалықтар ұсынатын Таутяо тікелей аударғанда бүгінгі жаңалықтар атты приложение жасады. Google'дың Қытайдағы аналогы Baidu поискалау гигантында смартфон қолданушылары жаңалықтарды рекламамен араластырып дұрыс көре алмайтын. 2014 жылы 2 жыл ішінде аудиториясы күн сайын қолданатын 13 миллион адамнан асып, компания $100 миллион көлемінде инвестиция алған болатын. Басқа адам болса осымен өмірінде жолым болды деп қоя салар ма екен, бірақ миллионның исін сезген Чжан Имин миллиардтың жолын іздей бастады. Bir күнде дүкеннен үйіне келе жатып, көшеде жасөспірімдерді байқады. Олар музыкамен қысқа видео түсіріп, әлеуметтік желіге салып жатқанын көрді. Осы кезде социальный сет жасау жайлы жаңа идея пайда болды. 2015 жылы ByteDance компаниясында 15 секундтық видеоны бірден өңдеп, және неше түрлі фильтрлерді қолданып желіге салатын приложение жасады. Көңіл көтеру саласындағы бұл приложение Douyin деп аталды. Аудиториясы бар компанияға Douyin'тің продвижениесі қиынға соқпады және халыққа да ұнап, көп қолданылатын болды. Қытайдан шыққан әннің ырғағымен ерінді қимылдатып, караоке видео жасайтын Musical.ly компаниясы болатын, естеріңізде болса. 2016 жылы ByteDance Musical.ly компаниясын $800 миллион сатып алып, Douyin екі компанияның функцияларын біріктірді. Қытайдағы аудиториясы 100 миллион адамға жетті. Чжан Имин осы жылы Америка, Европа, Жапония, жалпы шет ел нарығын даму стратегиясын таңдады. Компанияның басқаруын Google'дың стилінде орнатты. Қытайда қалыптасқан әдеттен өзгеше, әріптестері Чжан Иминмен бастық ретінде емес, теңіндей қарым-қатынас жасайтын. ByteDance 2 айында бір рет өкімет өкілдерімен кездесіп, компания Қытайдағы басқарушы партияның цензурасынан тексеріліп тұрады. Осы себепте приложениеде билікке қарсы болатындай материалдар бірден алынып отырады. 2017 жылы қыркүйек айында ByteDance шетел нарығына шығу мақсатында Қытайдың жабық интернет заңын бұзбау үшін жеке сервер орталығында Douyin'тің копиясы TikTok приложениясын жасап, App Store мен Play Market'ке жүктеді. TikTok'та жасанды интеллектпен және өздерінің құпия алгоритмдері арқасында адамдарға ұнайтын контентті тереңірек анықтап ұсынумен басқа сервистерден ерекшеленіп тұрады. TikTok'та салынған контент бірдей аудиториясы бар Instagram парақшасынан лайкты көбірек жинайтын статистика көрсетеді. 2018 жылы TikTok бірнеше айда әлемде жүктелген приложениялардан бірінші орында тұрды. Осылай TikTok'тың тарихы басталды деуге де болады. TikTok'та дуэт, реакция, суреттерді қимылдату сияқты жасанды интеллектпен жасалатын видеолар жасөспірімдердің арасында сәнге айналып, әлемде атақтылығы бірден шықты. Компанияның табыс көзі олар ақылы реклама және әр қолданушы $1 $100 дейін виртуальный монета сатып алып, қалаған адамына немесе блогеріне сыйлық жасай алатын қызмет болатын. Тағы да айтарлықтай мойындалғанның көрінісі Gucci, Dolce Gabbana, BTS, Billie Eilish секілді алып компаниялар мен жұлдыздар өз парақшаларын официально ашқаны. Және көптеген әншілер мен блогерлердің атақты болуына платформа көмектесті. Чжан Имин TikTok'қа өз видеоларын сала бастады және бүкіл бөлім басшыларына да видео салғызып, лайк ең аз жинаған адамға отжимание жасататын ереже шығарды. Америка нарығында орнын ұлғайту үшін Чжан Имин 4 компания жалдап, 1 миллиардтан аса ақшасын аямай жұмсады. Агрессивті рекламалар жүргізіп, және приложенияға жаңа адам әкелген қолданушыға Starbucks, Walmart тағы басқа үлкен сауда желілеріне купондар таратты. Және Facebook, YouTube компанияларының топ менеджерлерін өз командасына жұмысқа тартып, жылдам халықтың назарына ие болды.
Америкада 2018 жылы 11 миллион болған аудиториясы 2020 жылы 2 жыл аралығында 100 миллионға жетті. 2019 жылы желтоқсан айында ақш президенті Дональд Трамп әскери және мемлекеттік қызметкерлеріне TikTok приложениесін қолдануды тыйым салды. Компания жеке және құпия даныларды Қытайға жеткізіп жүр деп айып таққан болатын. 2020 жылы маусымда жаңа үкімде америкалық компаниялардың бірі 15 қыркүйекке дейін TikTok сервисін сатып алмаса, бүкіл ақшта бұғатталатынын жариялап, саяси күшімен TikToktың сатпасына амал қалдырмады. Нәтижесінде америкалық IT корпорация Oracle және Walmartпен серіктесіп, TikToktың Америкада, Канадада және бірнеше мемлекеттегі сегментін 30 миллиард долларға сатып алды. Америкадағы ең ірі сатылымдардың бірі болып тарихта қалды. Дональд Трамп TikToktың программный код және алгоритмдермен бірге алғысы келген болатын, бірақ сот шешімімен компанияның коды Америкаға берілген жоқ. TikTok House. Бұл TikTok блогерлері бірігіп, видео контенттерді жеке және бірге түсіруге жалдап тұратын үй. Алғашқы TikTok House'тар 2019 жылы Америкада ашылған болатын. Кейіннен СНГ мемлекеттеріне де пайда болды. Ағайынды Азат және Асхат Халимовтар Алматыда ашқан Yellow TikTok House'ы бір жыл ішінде 20 миллионнан аса подписчик жинап, видеолардың темасы глобальный болғандықтан бүкіл әлемдегі бірінші орынға ие болды. Yellow House'та бетке тұтар Хамяк лақабатты блогер СНГ мемлекеттер ішінде Даня Милохин, Ольга Бузова, Дина Саева секілді блогерлерден озып бірінші орынға шықты. 2021 жылғы есеп бойынша TikTok аудиториясы әлемде 150 мемлекеттерден 1 миллиардтан асатын адам күніне кемінде 1 сағат көретіні жарияланды. Достар, өзіңіз TikTokта күніне қанша сағат отырасыздар? Комментарийда жауаптарды күтемін. TikTok бас айналдыратындай жетістіктерге жеткеніне тағы да қоса айтатынымыз 2021 жылы Facebook, Google компанияларынан озып, интернет әлеміндегі ең көп қаралған сайт болып бірінші орынға шықты. Бүгінгі кезде негізін қалаушы Чжан Имин жеке қаржысы 53 миллиард доллардан асып, Қытайдағы бай адамдардың ішінде екінші орында. 2021 жылы май айында ByteDance компаниясынан басшысы қызметінен кететінін жариялаған болатын. Қазан айында компания басшысының орнын серіктесіне тапсырды. Қазір жасы 39-да, әлі де талай проекттерін көреміз деп ойлаймыз. 2018 жылы ақпан айында ақшта 13 жасқа толмаған балалардың ата-аналары рұқсатынсыз ақпараттарын заңсыз жинады деп TikTokты 6 миллион долларға айыппұл төледі. 2019 жылдың күзіне дейін TikTok Android қолданушыларының защитасын бұзып өтіп, геолокациясын бақылап жүргені анықталды. Ағымдағы видео эфир жасайтын OBS Studio компаниясының программалық кодын TikTok студияға ұрлап қолданды деген айып таққан болатын. Мұны екі компания өзара келісіп, TikTok студияны сайттан өшірді. Бұлардың бәрі TikToktың айналасында болған жағымсыз жаңалықтар болатын. Бұл жаңалықтар TikTokқа әлемнің назарын өзіне бұруына да көбірек әсер етті. Сонымен достар, видеоның астына сіздер де өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.